Хайырлы күн достар, бүгін өте дәмді хрустящий крабик салатын дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып сөйлеп тыңдап қойыңыздар. Салат жасауға кірісеміз. Қиярды соломка етіп тураймыз. Жұмыртқаны да тураймыз. Краб таяқшасын ұсақ соломка етіп тураймыз. Осындай вичидің краб таяқшасын қолдандым. Піскен қызылшаны үккіштен өткіземіз. Консервідегі жүгеріні қосамыз. Осындай майонез қостым, сапалы түрін қосыңыздар. Немесе қаймақпен алмастырсаңыз болады. Және оған картофель пай қосамыз. Мен осындай түрін қолдандым. Картофель пайды үй жағдайында қуырсаңыздар да болады. Татымына қарай тұз себеміз. Жақсылап араластырамыз. Тәрелкеге салатты салмас бұрын айсберг жапырағын қойып, үстіне салатты қойдым. Айсберг жапырағын қолдану міндетті емес, және бетін картофель паймен әсемдейміз. Достар, видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.